Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. An Abi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. Абу Сағид әл-Худри, Алла одан разы болсын, жеткізген хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтты: расында дүние өте тәтті әрі аса тартымды. Шынында Аллах Тағала осы дүниеде өзінің өкілі етіп сендерді тағайындап, әрі не істеп, не қойып жатқандарыңды бақылауда. Сондықтан жалған дүние мен әйел қауымынан сақ болыңдар деген. Қадірлі жамағат, осы хадиске назар аударатын болсақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам біздерге ескертетіні, осы жалған дүниеге алданып қалмауымыз қажет. Жалған дүние тіршілігіне беріліп кетпеуіміз керек. Ақыретімізді ұмытпауымыз қажет. Ал әйел қауымнан сақ болыңдар дегені, ол әйел заты, қайсы бір мұсылман әйел заты бірімізге ана, бірімізге әпке, бірімізге қарындас, әрқайсысына жақсы мәміледе болып, азғындыққа берілмей, өзіміз бөлініп, әйел қауымында бүлдіруден сақтануымыз қажет. Осы нәрсені ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи біздерге ескертіп өткен. Осыған сақ болайық, өзімізге ие болайық, ақыретімізді ұмытпай, дүние тіршілігіне қызығып, белшесінен батып кетуден сақ болайық. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.